Денсаулық сақтау министрлігі 2027 жылдан бастап кепілдендірілген тегін медициналық көмек көлемін 57%-дан 32%-ға дейін қысқартуды ұсынып отырсыздар. Әрине, бұл мәмс жүйесін жетілдіруге арналған сондай бір ұсыныс қой, бірақ дегенмен халық түсіну керек, бұл алғашқы медициналық санитарлық көмек қызметтерін тегін медициналық көмектің кепіл берілген көлемінен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға ауыстырудың жоспарланып отырғандығын көрсетеді. Осыған байланысты менің бірнеше сұрағым бар. Жалпы медициналық қызметтердің бірыңғай пакетін қалыптастыру байланысты нақты айтап өтсеңіз, бұл шешім жаңа 57%-дан 32%-ға төмендеуіндегі шешім неге негізделеді? Нақты есептерін көрсетсеңіздер. Екінші, әрине, көптеген азаматтарымыз емханаға бару, ауруларды алғашқы диагностикалау, емдеу қызметтерін алдын алудан мүмкіндігінен айырылу, осындай бір болжам бар. Осыған байланысты жаңа жүйені енгізген кезде осындай азаматтарымыздың медициналық көмек алу мәселесін қалай шешесіздер? Және үшінші мәселе, 3 миллионнан астам азаматымыз бүгінгі таңда осы мәмс жүйесіне қамтылмаған ғой. Олардың мәселесі не болады? Осыған да тоқталып өтсеңіз. Рахмет. Рахмет, құрметті Жұлдыз Досбергенқызы. Бұл тапсырма 21 жылдан бастап осы екі пакетті біріктіру, ара жігін ажырату мәселесі бірнеше рет президент тарапынан берілген болатын тұғын. Сонымен қатар осы Асхат Қанатұлының айтып кеткен парламенттің тиісті тыңдауларында да осындай ұсыныстар берілген болатын тұғын. Енді бүгінгі таңда пакеттердің екі қаржы көзінен қаржыландыратын айтып кету керек. Бұл мәмс жүйесі арқылы жарнапұлдардың есебінен және де мемлекет тарапынан берілген көмектің есебінен. Енді осы екі пакеттің ішіндегі көмектер бүгінгі таңда өкінішке орай бірнеше жылдан бері араласып келе жатқанын айтып кету керек. Мысалы айтсақ, онкологиялық скринингке байланысты бүгінгі таңда кепілдендірілген көмектің көлемінде бірінші кезеңі отыратын болса, онкологиялық скринингтің екінші кезеңі тек қана сақтандырылғанға қолжетімді. Осыған байланысты жаңа айтылған ұсыныстарға сәйкес 2025 жылдың аяғына дейін тиісті заң қабылданғаннан кейін осы онкологиялық скринингтер бір пакетке ауысатын болады. Осылайша әлеуметтік маңызы бар аурулар. Бүгінгі таңда олардың диагностикасы мемлекет тарапынан берілген кепілдендірілген көлемнің ішінде тек қана туберкулезбенен ЖКТБ, яғни ВИЧ-СПИДпен ғана қолжетімді. Қалған әлеуметтік маңызы бар диагностикалардың, аурулардың диагностикасының барлығы тек мәмс жүйесінде қолжетімді. Сондықтан бұл жерде де біз осыны бір пакетке біріктіріп, негізі осы диагноз қойылғанға дейін барлығын мемлекет тарапынан кепілдендірілген базалық пакетке ауыстыруды ұсынып отырмыз. Бүгінгі таңда мысалыға созылмалы аурулары бар, 22 түрі бар, олардың барлығы кепілдендірілген медициналық көмектің ішінде отырғанымен, олардың берілетін тегін дәрі-дәрмектері мәмс жүйесіндегі пакетте отыр. Осындай олқылықтар өкінішке орай барлық жаңағы нелер бойынша біз сараптап көрдік. Осыған сәйкес пакеттерді бөлу жоспарланып отыр, ұсынылып отыр. Тиісті заңға байланысты бұл шешім қабылданатын болады. Бірақ енді жаңа өзіңіз айтып кеткен негізгі шарт, Асхат Қанатұлының де айтып отырғаны осы. Негізгі шарт бұл мемлекеттің халқының толықтай осы мәмс жүйесіне ену. Осыған байланысты жергілікті атқарушы органдардың есебінен осал топтардағы азаматтарды, 15 категорияға жатпайтын азаматтарды негізі жергілікті атқарушы органдар есебінен тіркеу, сол жерде әкімшілендіру жоспарланып отыр. Негізі енді бұл халықаралық тәжірибе, сондықтан бұл мәселені енді өздеріңізбен бірге талқылайтын боламыз. Бұл қосымша бізге салаға 1 миллион 200 азаматтарымызды тартуға мүмкіншілік береді. Осындай негізгі идеологиясы